Сәлем достар, барлықтарыңызға сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай керемет мясо по-французски тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі картопымызды осылай өте шұқа, жіңішке етіп турап аламыз. Барлық картопымызды мен алдын ала осылай барлығын турап алдым. Енді фаршымызға осылай 3 пиязымызды алып, ұсақтап, майда кубиктап турап аламыз. Келесі кезекте қызанағымызды осылай екіге бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздар жарты айша етіп турап аламыз. Ал сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Мен алдын ала өткізіп алдым. Енді табамызға осылай картопымыздың барлығын орналастырып шығамыз. Мен астын кішкене майлап алдым. Картоптарымыз жабысып қалмау үшін. Фаршымызға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұрыш, тұз салсаңыздар болады. Менің салған видеом түспей қалыпты. Картопымыздың барлығын орналастырып, оның үстінен осылай шұқа етіп, майонезімізді жағып шығамыз. Енді осының үстінен фаршымызды салып, бір келкі етіп, орналастырып шығамыз. Барлық шетін бірдей етіп орналастырып шығамыз. Енді осының үстінен тағы да шұқалап майонез сеуіп жағып шығамыз. Енді осының үстінен бір пиязымызды дөңгелек етіп турап осылай сеуіп алдым. Оның үстінен үккіштен өткен сәбізімізді орналастырып, оған майонез жағып шығамыз тағы да шұқаша етіп. Оның үстінен қалған картопымыздың барлығын бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Картопымызды орналастырып болған соң, оның үстінен тағы да шұқаша етіп майонез жағып, майонезімізді шұқаша етіп жағып шығамыз да, оның үстінен қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Қызанағымызды осылай орналастырып шығамыз. Қызанағымыздың үстінен де кішкене майонез жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне 35-40 минут өтті. Енді осының үстінен алдын ала үккіштен өткізіп алған сырымызды салып шығамыз. Мен үстінен кішкене аскөктен септім. Сіздерде болмаса қажет емес. Енді осыны 5 минутқа пешке салып аламыз. Міне біздің мясо по-французски тамағымыз дайын болды. Өте керемет. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі тез пісетін тамақ. Өте сочный болып, әдем болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.
Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ай жарқын. Қош, сау болыңыздар.